Құр сүлдесі қалған жылқыларды көргенде шыдап тұра алмадым. Қуаңшылыққа тап болған маңғыстаулықтарға қол ұшын созуды мақсат еткен түркістандық Құрмет Талапқазының ісі таңдай қақтырмай қоймады. Ол өңірге 200 мың тонна мал азығын жіберуге ниетті. Алғашында жалғыз өзі шөп оруға кіріссе, қазіргі таңда еліміздің түпкір-түпкірінен игі іске атсалысқысы келген азаматтар келіп қол ұшын созуда. Тек мал азығы ғана емес, жаны жомарт жандардан келіп түскен ақшалай көмектерді де үлестіреміз дейді. Ассалаумағалейкум, қымбатты қазақ елі. Мен кешегі қуаңшылық тақырыбына сай әзір Сарыағаш Шымкент жолындамын. Бұл жерде қамсек, қияқ шөп деген шөптер бар да, бұның нәрлі шөп бұл дейтін. Осыны мен әзір суға батып кетсем де, осыны оруға әрекет етем. Әлеуметтік желілердегі төрт түліктің төресі саналған жылқылардың аянышты халі кім-кімді болмасын бей-жай қалдырмайды. Көптің көңілін жабырқатқан Маңғыстаудағы қуаңшылыққа қатысты түрлі пікірлер айтылуда. Дегенмен сөзден қарағанда іске көшкен түркістандық 25 жасар Құрмет Талапқазы бірнеше апта бұрын қолына шалғысын алып шөп оруға кіріскен. Теңізге тамған тамшыдай болсын үлес қосуға ниеттенген жаны жомарт азамат бүгінде мал азығының алғашқы бөлігін, дәлірек айтқанда 10 вагон шөпті Маңғыстау өңіріне жіберген. Біз кеше 3 вагон 12-де кетті. Енді бұл жерден 2 вагон бар. 2 вагонды басып толтырып қалдық. Енді тағы 3 вагон алып, бір күн сайын, 2 күн сайын жібере береміз. Маңғыстау топырағы сортаң, табиғи су көздері жоқ, құрғақ климатты жағдаймен ерекшеленеді. Былтыр аймақта жауын-шашынның аз мөлшерде түскені белгілі. Соны көзбен көріп отырып, құрғақшылық болу қаупі төнетінін ертерек бағамдап, қам жасайтын басшы, ауыл шаруашылығы маманы болмағаныма, тіпті ертерек қам жасамақ түгіл жағдай ушығып, халық көмек сұрап жалынған сәтте де шалт қимылдап, шұғыл шара қолдануға кірісті деп айта алмаймыз. Өңірде қалыптасқан жағдайға қатысты мамыр айы туар-тумастан әлеуметтік желілер малдың, шаруаның жайын білетін, жағдайдың беталысын алдын ала аңғарған тұрғындар өткір мәселе көтеріп, жергілікті басшылық назарына ұсынып, төтенше жағдай енгізуді сұрады. Ал атқа мінерлер төтенше жағдай ауада ылғал 35%-дан төмен болған жағдайда, және ол 20 күннен артық сақталса ғана енгізілетінін жеткізді. Мынандай жаппай қара бұтаға дейін, баялышқа дейін тамырын тереңнен алатын көктемей қалған 2 жыл болды. Қалай мал қырылып жатыр елдің жағдайы. Төтенше жағдай болмағанда не болады мадан артық? Жалпы бүгін бас қосып отырмыз ғой. Енді бас қосыңды түргіп, төтенше жағдай жарияланбаса қиын. Маңғыстауға біз естіген кезімізде жылдық асадқа 112-115 мм болатын. Дым да жоқ қой, дым, ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Ал енді ол төтенше жағдай болмағанда не болды сонда? Төтенше жағдай болмағанда шөп жоқ болса, сырттан тасып отқан болса, жем жоқ болатын болса, мүмкіндік болған болса, не болды сонда? Мемлекет төтенше жағдай хабарламағанда қалай? Кеңес одағы кезінде нөсер жаңбырдан қой өліп қалса, ақылетте келесі күн ақшасын қайтып беретін. Мына не сонда? Мысалы, менің көзім ауыл шаруашылығындағы ардагер маман ретінде тіпті дінге түсіп отқан жоқпын. Шығып көріңіз өзіңіз. Міне шығыңыз, үстіртке қарай шығыңыз, оңтүстік үстіртке шығыңыз, шығыс үстіртке барыңыз, халықты көріңіз. Ана кедерметін адамдары менен. Соны түсінесіңдер сіздер, ненің төтенше жағдай мен жағдай не екенін. Жасыратын түгі қалмады. Өңірде қой ешкілер іш тастап, қозылақтар өлі туылып жатыр. Жерден еріне ілігер жантақ, түйе қарынсынды, тәбеті тартатын өсімдіктерді таба алмаған нардай түйелердің алды мамыр бастала бері шөгіп қалған. Ал анау-мынауды жей бермей судың да тұнығын таңдап ішетін жылқы алдымен сүрініп, қабырғасын санабалардай көтерем күйге түсіп, көп ұзамай обалы кімге деріңді білмейтін өлексеге айналып жатыр. Жаздағы жағдай осындай болса, қыстағы жай-күйді ойлау тіпті қорқынышты. Жалпы облыс бойынша 4 түлік малды қыста азықпен толықтай қамтамасыз ету үшін 76.500 тонна шөп және 37.500 тонна жем қажет екен. Зоотехникалық норма бойынша азық-түліктің 100 күндік, яғни 3 айлық қоры жасақталуы керек болса, Маңғыстау облысында мал жыл бойы жайылымда болуы себепті 1 айға есептеледі екен. Жерде шөп жоқтықтан мал қырылып, иелері жылап жүрсе, қайдағы жыл бойғы жайылым? Бүгінгі таңда, мысалы, 75 мың деп отырық қой, біз сонды керек деп, история вариантқа деп. Сонда, мысалы, Бейнеу ауданы 23%-ға шөп әкеліп тұр қазір деген.
Біз қазір қысты келсеттемет, біз кеше аудандардың бәрін алған кезде қазір бізге ай сайын 2200 тонна шөп керек екен. Пример 2200 тонна. Себебі Маңғыстау ауданына осындай шонды шөп керек түгел шығардық. Жеке қожалықпен малдың санын шаруа кәсіпкерлерінің. Сол кезде 2200 тонна шөп керек ай сайын. Бұл қазіргі қуаңшылық жағдайда жерден алып шығу үшін. Маңғыстауда тек малымен күнелтіп отырған отбасы аз емес. Малы арықтықтан сатуға келмесе, оған жем шөпті қай ақшасын алып бермек. Басқосуға биліктегі азаматтардан бөлек шалғайдағы ауыл аудандардағы бірді-екілі ірі қарасы бар тұрғындар да қатысып, өз талап тілектерін жеткізді. Мысалы, мен шымкенттен шығып жатыр маған. Шөп жіберейік, көмектесейік деп. Бірақ транспорт жағы шешілмей тұр. Бізге мысалы көмір вагонынан көмек берсеңіз, сөйлесіп мысалы Шымкент жігіттер 10 мың топты ертең жіберуге дайын тұр мысалға. Менің ұсынысым вагон жағында сөйлесіп берсеңіздер, халыққа таратып беруге өзімнің уәде бере аламын. Тасымал құнын көтеріп берсең, ол жақта бесплатно тиеп беруге жігіттер дайын тұр. Тегін беріліп отырған шөпке транспорт жағын ұйымдастырып беруді сұраған азаматтарға жауапты мамандар облысқа бір айға жететін мал азығын тасымалдау үшін 30.666 вагон қажет екенін айтты. Сондай-ақ оны ай сайын жүзеге асыру мүмкін емесін жеткізді. Алыстан арбалағанша жақыннан дорбалап, көрші Орал мен Ақтөбеден аудан азаматтары бірігіп шөп шауып әкелуді ұсынды. Есептеп қарайтын болсақ, бізге 76.500 тонна шөп пен 37.500 тонна жем 30.666 вагон бұл деген. 30.666 вагон. Бір составта 20 вагон бар. Есептеңдер енді. Қанша состав керек бізге деген. Бұл оп-оңай зат емес. Газетке жазып біреуді жамандау үшін. Сондықтан осындай жұмыс міне 30.666 вагонды мысалы жоқ болатын болса бір айда деген 100 мың тонна шөппен жем әкелетін болсаң, осындай әкеліп кіргізуіміз керек. Оған біз мемлекет қайдан біз ақша тауып береміз транспортировкаға деген. Сондықтан бұл жерде крестьянский хозяйство бірігіп, азаматтар аудандағы бірігіп, шаруагерлер бірігіп шөп шабатын жер болатын болса, сейілкі касилкісімен онда барып или болмаса қазір Батыс Қазақстан Ақтөбеден сол жақтан жалдап болса шөп шабуымыз керек болады. Түйіндей айтқанда алдындағы малы сиреп, қалтасы да жүйкесі де жұқарған маңғыстаулық шаруаларға қолжетімді бағамен жем-шөп жеткізіп беру ісін жедел ұйымдастыру керек. Сонымен қатар үкімет шаруа қожалықтарына малдарын тіркеп, бірдейлендіру жұмыстарын бастауды ұсынды. Ол үшін республикалық бюджеттен 2 миллиард теңге қарастырылған. Бірақ тиісті мемлекеттік орындардан шешім шығып, шаруашылықтардың төрттілігін сырғалау керек деп жүргенде әлі қанша мал опат болары белгісіз. Дәметкен Саматқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.